Milano Lampugnano. Кажется, Do you ship to Kazakhstan? I think so. біз қазір Рим Милан автобусына отырдық. Келесі влог Миланда болады. Біз жүргізуші емеспіз, бірақ жоғарғы этажы, 2 этажды автобус. Розетка бар. Пожалуйста. Inshallah, come si dice? Inshallah. No, cominciarsi a preparare, grazie. I'm going through a drought. You don't even have to do Milano much. You can Lampugnano. turn me on with just a touch, baby. I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I say. Поступта қалып тұрмыз, бірақ мына жердің удобствосы ұнап жатыр бізге. Қандай жуынатын бөлмесі. Осындай қыздардың бөлмесі. Шкафтар және де орамалмен. Осындай бөлмеде қалу 30 евро тұрады бір күнге. Қазір қалаға жиналып шығып бара жатырмыз. Кеттік. Лифті қызық екен. Ашылады. Біз қазір метромен әйгілі Миланский соборға барып жатырмыз. Миландағы ең бірінші көру керек нәрсе сол жер екен. Миланның метросы Римға қарағанда біраз кеңірек және таза, әдемі. Миланда метроға кіргенде де шыққанда да қазір собордың ішіне кірейін деп келе жатырмыз. Оған кіру үшін бірінші билет алу керек. This is your number for the cash desk. To Okay, right. thank you. Okay, do you have the green pass? Cash? Yes, we have. Okay, perfect. Жаңағы собордың жай ғана ішіне кіруге болады, одан кейін жоғарыға да шығуға болады екен. Егер де сіз студент болсаңыз, бағасы 2 есе арзан. Негізгі бағасы 15 лира екен. Төлем жасадым. Ал студент болсаңыз 7 лира біз төледік. Картамызды көрсеттік. Erasmus картамызды. Қандай билет берді бізге? Green Pass. Yes. Кіре берісі бізден Green Pass сұрады. Green Pass деген европалық сертификация, яғни вакцинация сертификаты. Жерде сумкалар тексеріп жатыр. Buongiorno. Buongiorno. Italiano? English? French? Deutsch? Spanish? Okay, check your bag over there. Іші кәдімгі собор, яғни шіркеу. Сондай-ақ мына жерде танымал адамдардың саркофагтарын табуға болады. Оның ішінде осы собордың архитекторы болған Альберто де Интимианоның саркофагы, яғни денесі мына тасты мазардың ішінде жатыр. Мы же вроде вверх.
Is it to go up? No, it's to go down. After, go up. No, you can. It's very interesting. Go up inside. Жоғары көтеріле бастады. Қорқынышты және өте тар. Уже шашып кеттім. Еще маска. Еще бургер надо прибавить. Я шыққанда бургер жеп шығамыз. Біз Милан соборының ең жоғарғы точкасындамыз қазір. Қандай әдемі. Бақылсаңыздар, мына архитектураға қарап тұрып, әртүрлі стильдерді көруге болады. Неге десеңіз, бұл собордың негізі құрылысы 3 ғасыр бойы, яғни 300 жыл бойы жалғасқан, және де әртүрлі архитекторлар оны жөндеп отырған өзінің стиліне қарай. А Марина, Италияда жейілмеу керек екінші мороженое. Біз Миланда жейміз деп ойлағанбыз, бірақ өте суық, сол үшін неде мороженое. Бір күнімізді тек қана осы бір алаңда өткіздік. Дуомо Square. Бүкіл күніміз осы жерде өтті. Perfect. Одан кейін ертесі күні үйге қайтамыз. Қайырлы таң, мен дайынмын. Бүгін бізде менде Миланда соңғы күн, бүгін түнде, яғни таңғы 6-да негізі ұшағым бар, бірақ та мен Миланның Мальпенза деген аэропортынан ұшатын болғандықтан, ал ол жерге тағы да пойызбен барасың, 1 сағаттық жер. Ертерек шығуым керек, сағатым таңғы 6-да, 3-те уже аэропортта болып қоюым керек, ал соңғы пойыз түнгі 12-де. Соңғы пойызға отырып, 1 сағаттық жол, 1-де барамын, 3-ке дейін аэропортта болып, ары қарай ұшып кетемін. Сондықтан бүгін күні бойы қыдырамыз, Миланның көрмеген жерлерімізді аралап. Және де мен енді Милан моданың қаласы болғандықтан біраз Миландағы бутиктарды аралағым келіп тұр. Шашымды жинап алайын деп шештім. Өпістілді кісілер. Қаланың жартысы великпен жүреді екен. Және де парковкаларда машинадан гөрі великтар көбірек. Бір жағынан жол ақысы осындай қымбат жерде великпен жүру ең практичный нәрсе сияқты.
Даже H&M здесь по-милански. Hazır biz Starbucks Resort'a geldik. Ben bunday Starbucks'ta var. So this is a little bit different than a regular Starbucks. It does just serve the customer as well. We produce the coffee here. We receive the coffee in this big sack. These big sacks are about 60 kilos each. They come from several parts of the world, come from South America, Africa, or Indonesia mostly. And we cut off this bag and through this set of chain. Then the coffee goes to the roaster. Basically, it's like a big oven that cooks the coffee. Once the coffee is ready, the door open and it goes to cooling. That's the cooling phase. Cooling. Yeah. And after that, the door opens and the coffee is started up by the big tube and gets sent to the service of roasted coffee. Aha. From there, the coffee will go either to the captain, small part of it. The biggest part is then packed and shipped all over Europe, Africa, and Middle East. Europe, Africa and Middle East. Do you ship to Kazakhstan? I think so. Really? Yeah. So we get the coffee from here As well, actually. yeah. Thank you very much. Осы жерде Starbucks'тың нағыз свежий кофесін ішуге болады екен. Бағасы әрине стандартный кофейнядан қымбатырақ. Мысалы, капучино тол 5 евро тұрады екен. Buongiorno, good morning, ma'am. Thank you. Bye. Миланда да жаңбыр жауып кетті. Біз қай қалаға барсақ та соңғы күн жаңбырлы болып тұр. Инемен жүктің ескерткіші. Символично. Итальянецтер масканы маскерино десе, мотоциклды моторино дейді екен. Нашли вот такую винтажку. Кимоно от Love Moschino. Are you finishing? More or less I'm finished with pictures. Стёганый пиджак. Мына жерде неше түрлі сумкалар табуға болады. Сондай очкилер. Мысалы, сумка. Диадема. Миланға келгенде осындай винтажкаларға келіп, көрішті Dior. One and two. Anche faccio vedere. Брала такую. С Италии.
А, мою? Подружкам мынандай алды. У нас будут парные браслетики из Италии. Biz қазір итальяндық ресторанға келдік тағы да. Әрине басқа қандай ресторанға баруымыз мүмкін Италияда. Biz бұл жерде пенни, салмон, қызыл балық қойдым, қателеспесем. Италияға келгелі бері мен бірде-бір рестораннан феттучини альфредо көрген едім. Оказывается, жаңа білдім, Италияда феттучини альфредо заказ беруге болмайды екен. Заказ беруге немесе таба да алмайсың, себебі ол тек қана бір жерде Римде дайындалады, Альфредо деген бір ресторанда дайындалады, және де оның рецептісі ұрпақтан ұрпаққа солай жалғасатын тамақ екен. Бұл жерде феттучини альфредоның орнына талетели табуға болады, пенни аррабиата немесе пенни басқа соустармен. Біз қазір пенни with salmon, лосося, қызыл балық қойдым. Қателеспесем. Және де тағы бір болмайтын нәрсе, ол морепродукты бар. Пастаға ешқашанда сыр қоюға болмайды, немесе сұрауға да болмайды екен.